Бәріне сәлем, менің есімім Парасат. Бұл менің YouTube каналымдағы бірінші видеом. Шынымды айтсам, осы видеоны түсіруден бұрын маған бастау қиын болды. Негізі YouTube каналын бастау менің ойымда 2023 жылдан бері жүрген. Егер де мен сол кезде YouTube каналымды бастағанымда, мүмкін қазір бірнеше мың подписчигі бар, өзіне сенімді, камераның алдында өзінің ойын еркін жеткізе алатын блогер болар едім. Бірақ маған кедергі болған не? Дайын емеспін, дайын болғанда бастаймын деп ойладым. Ал дайындық деген не? Яғни идеальный уақытты күттім, идеальный фон болғанын күттім. Және де неден бастарымды білмедім, шынымды айтсам. Өзімнің идеальный версиямды күттім. Ішімде қорқыныш та болды. Адамдар не дейді? Адамдардың ойынан қорықтым. Әсіресе біз қазақтар туған туыстардың, өзіміздің жақындарымыздың ойынан қорқамыз. Олар күлетін сияқты бізге қарап, блогер смақ болып кетті ғой деген секілді. Негізі осындай қорқыныштардың себебінен қаншама армандар орындалмай қалды. Осы уақытқа дейін түсінгенім, дайынмын деген сезім ешқашан ешкімде болмайды екен. Тек бастау керек. Ал қазір неге бастайын деп жатырмын? Себебі қазір байқасаңыздар, уақыт өте тез өтіп жатыр. Кеше ғана 2025 болатын, уже 2026 жылда келіп қалды. Ертең ақ 2027 жыл келеді, одан кейін 28 келеді. Яғни 2028-29-дарда мен сол кезде 2026-да YouTube канал бастағанымда ғой деген өкініш болмас үшін ештен кеш жақсы деп қазір бастап жатырмын. Бұдан соң тағы да видео шығады ма, жоқ па, яғни апта сайын бір видео шығарып тұрамын, айына 3-4 видеодан шығарып тұрамын деп олай үлкен сөйлегім келмейді. Себебі ертең бізбен не болатынын білмейміз. Үлкен план құрған кезінде мен обычно наоборот жаңағы арғы жағын ойлап кетемін да и сөйтіп тоқтап қаламын. Ал қазір моментті ғана ойлағым келіп тұр. Осы видеоны, яғни сіздер қазір көріп отырған болсаңыздар, значит шықты деген сөз. Оның өзі мен үшін үлкен бір жеңіс. Көріп тұрғандарыңыздай сөйлегенде де қобалжу бар. Яғни бұл видео идеально шықты деп айта алмаймын, бірақ бір түсінгенім, қандай жағдай болмасын бастау керек екен. Фонға да қарамай, уақытты да күтпей, тек бастау керек екен. Мен осы нәрсені енді қазір 2026 жылы бірақ түсініп жатырмын. Қазір байқағандарыңыздай қобалжу бар әрине. Видео идеальный емес. Яғни егер біз бірден идеальный видео жасайтын болсақ, не нәрсе жасасақ та идеально жасап кететін болсақ, ол кезде өсу болмайды. Идеальный уақытты күтудің қажеті жоқ. Солай жүргенімізде көп нәрсені өткізіп алуымыз мүмкін, өкініш болуы мүмкін. Егер сіздер де бір нәрсе бастай алмай жүрген болсаңыздар, менің осы видеом сіздерге кішкене болса да мотивация болар деген үміттемін. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше иншаллах. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Пока.